Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Нурик. Бүгін бізде 2021 жылы шыққан Алия Кошмаров атты киноға шолу жасайтын боламыз. Видео басталмас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып қолдап жіберсеңіздер. Өткен ғасырда Америкада бір халықтық қойылым болған екен. Тірі адамды жертөле тәрізді торға қамап, 10 күннен астам аш қалдырып қойған. Осы уақытта көрермендер біртіндеп жинала бастаған. Карнавал иесі бұл тірі адамды 100 жылда бір-ақ рет кездесетін құпия жаратылыс деп жариялаған. Сосын ол шұңқырға тірі тауық тастайды. Аш адамның көзі жыртқыш аңдыкіндей жалт етіп, тауыққа ұмтылған кезде. Көпшіліктің айғай-шуының арасында оның жүзі барған сайын жексұрын кейіпкеніп. Ақыры тауықтың мойнын тістеп жұлып, қанын шикідей ішіп жібереді. Бірақ мұнымен бәрі бітпейді. Бұл циркте түрлі құбыжықтар болатын. Буындары кез келген бағытта бұралатын жылан адам. Кішкентай денелі, бірақ керемет күшке ие ер адам. Және алақаны арқылы 10 мыңдаған вольт электр қуатын өткізе алатын әйел. Ал солардың ішінде тек басты кейіпкер Стентон ғана кәдімгі адам еді. Оның ешқандай ерекше қабілеті жоқ. Бірақ келбетті болғандықтан, бақсы әйел Зина оған назар аударады. Олардың болжау шоуы мынадай әдіспен жүретін. Көрермендер ойларын қағазға жазып береді. Стентон сол қағаздарды жинап, Зинаға апарады. Зина болса оларды өртеп, күлін ғана қалдырып, не жазылғанын дауыстап оқиды. Шын мәнінде бұл иллюзия. Стентон алдын ала қағаздарды басқа көшірмелерге ауыстырып, оларды сахнаның астында тұрған Зинаның күйеуі Питке беріп қойған. Пит қағаздағы жазбаны тақтаға жазып қояды. Зина сол жазбаны әйнек арқылы оқып, көрермендерді таңғалдырады. Осы қарапайым айла арқылы олар мол табысқа кенеледі. Бір күні, ішімдік ішкеннен кейін Пит пен Зина Стентонға шынайы өнерлерін көрсетпек болады. Пит көзін жұмып, арқасын бұрып тұрып, Стентонға кез келген затты Зинаға беруін сұрайды. Бұл жолы ешқандай жазба болған жоқ. Бірақ Пит бұл заттың сағат екенін, қандай материалдан жасалғанын, тіпті оның Стентонға тиесілі емес, ұрланған екенін де дәл айтып береді. Стентон таң қалып, Питтен бұл әдісті сұрайды. Пит мақтанышпен қалтасынан қойын дәптерін шығарады. Онда барлық құпиялар жазулы еді. Бұл Пит ойлап тапқан ым-ишара арқылы байланыс жасау жүйесі болатын. Қолдың әр қимылы сұрақ. Ал Зинаның сөздері жасырын мағынасы бар кілт сөздер. Мысалы, зат 21. Егер шоғырлан деген сөзге екпін түсірілсе, бұл оның ескі әрі арзан екенін білдіреді. Сағаттың ұрланғанын айту тек тәжірибе мен талғамға байланысты шешім. Күн сайын дәптердегіні жаттап алсаң, бұл нағыз ой оқи білетін сиқыршыдай әсер қалдырады. Стентон мұны үйренуге бел байлайды. Алайда Пит оны үйретуден бас тартады. Бұл шеберлік оңай жаман мақсатта қолданылуы мүмкін еді. Мен бұрын бұл трюкті істейтінмін. Бірақ бір күні өзім сеніп кете жаздадым. Сол үшін тоқтаттым, дейді Пит. Стентон ештеңе үйренбеймін деп ант бергенімен, жасырын түрде жаттығуды бастайды. Осы уақытта Клем деген ерекше тіршілік иелерін жинаушының иелігінде түрлі таңғаларлық заттар бар еді. Олардың ішінде формалинге салынған толықтай сақталған нәресте де болды. Алайда ең шошынарлығы бұл емес еді. Клем мақтанышпен тірі тауықты жұлмалап жейтін адамды өзі тәрбиелеп шығара алатынын айтады. Стентон мұны қалай істейсің деп сұрағанда, Клем былай дейді. Бір маскүнемді вокзалдан не лас көше бұрышынан табасың. Оған есірткі аралас ішімдік беріп, уақытша оңай жұмыс бар дейсің. Бір тордың ішінде құбыжық сияқты болып отырасың деп алдайсың. Сосын оны әдейі жалғыз қалдырасың. Ол түнімен өзін құбыжықша ұстауға тырысып, ырылдап, дірілдеп, айқайлап, еңбектей бастайды. Келесі күні көрермендер жиналады. Тұрған етірі мақұлық тастасаң да, әлгі адам оны тірідей жұлмалап жей бастайды. Ал көрермен оған адам ба, аң ба, бәрібір. Олар тек сұмдық көріністі көргісі келеді. Стентон бұған қызыға бастайды. Сол түні Пит ішкісі келіп, Стентоннан ішімдік сұрайды. Бірақ Стентон Клемнің бөлмесіне барып, формалиндегі балаға қарап біраз тұрады. Содан кейін бір бөтелке сұйықтық әкеледі. Пит ұйықтап жатқанда, Стентон жасырын дәптерді ақтара бастайды. Бірақ Пит оны ұстап алып, қатты ұрсады. Келесі күні таңертең Пит көшеде өлі күйде табылады. Бірақ Стентонның ойы әлі де сол қойын дәптерде. Ол жертөлеге жүгіріп түсіп, дәптерді іздейді. Күтпеген жерден Стентонның табиғи таланты бар екені анықталады. Ол дәптердегі барлық әдісті тез меңгеріп, тіпті бір күні циркті апаттан құтқарып та қояды. Ол күні құбыжықтар шоуы аяқтала бергенде, алыстан 4 полицей көлігі жақындап келе жатты. Қауіпті сезген Стентон дереу Клемге ескерту жасайды. Сол кезде шериф Джедидай сахнаға жақындап келіп, бұл қойылымның әдепсіз екенін айтып, барлығын қамауға алатынын ескертеді. Бірақ Стентон бірден Джедидайдың оң аяқ киімінің өкшесі тым қалың екенін байқап, дереу жоспар ойлап табады. Джедидай оның атын қайдан білгенін түсініп үлгермей жатып,
Стентон оны шетке алып шығып, сен бала күніңде ауыр дертке шалдыққансың, сол кезде Мэри есімді әйел саған көмектескен, ол сенің анаң еді дейді. Таң қалған Джедидай қалтасынан анасынан қалған естелік бұйымын шығарып көрсетеді. Сол сәтте Стентон жалғастырып, мен медиуммын, анаң көктен маған хабар жіберіп отыр. Оның жалғыз тілегі сен билігіңді асыра пайдаланбай, мейірімді бол дегені дейді. Джедидай оның әр сөзіне сеніп қалады. Анасының тілегіне қарсы шығуға батылы бармай, ол полицейлерге шегінуге бұйрық береді. Осылайша цирк қауіпті жағдайдан аман қалып, Стентон нағыз қаһарман атанады. Клем бұл оқиға қалай болғанын сұрайды. Шын мәнінде полицейлер кіріп келе жатқанда Стентон әдейі біреуіне соқтығысып, ордердің шетін оқып үлгереді. Ол жерде шериф Джедидайдың аты жазулы болған. Ал аяқ киімнің қалың өкшесі оның бала күнде полиомиелитпен ауырғанын білдіретін белгі. Ал Мэри деген есімді кез келген адам өмірінде бірнеше рет естіген. Көп ұзамай цирктегі ең әдемі қыз Молли Стентонға жақындап, оның ақылдылығына тәнті болып, бірге қашып кетуді ұсынады. Стентон да бұл жерден кетуге дайын еді. Келесі күні олар заттарын жинап, жақын маңдағы үлкен қалаға жол тартады. Көп ұзамай Молли Стентонның әйелі әрі көмекшісі атанып, күнде жасырын кодтарды жаттай бастайды. Олар ой оқитын жұп ретінде тез арада қалада танымал болады. Бірақ бір күні бай бағландардың салтанатты кешінде Стентонның трюгі әшкере болады. Бір әйел сахнаға шығып, Моллиге үндемеуді бұйырады. Сөмкеде не бар? Сен өзіңді шынайымын дейсің, ал мен сендердің араларыңда сөз арқылы белгі беріп отырғандарыңа сенімдімін. Стентонның түсіндірулері әлсіз әрі сенімсіз естілді. Әйел басылмады, шабуылын жалғастыра берді. Стентон сахнада ары-бері жүріп тынышталуға тырысты. Сосын кенет жауап табады. Сіздің сөмкеңізде кішкентай тапанша бар. Мен оның түрі мен бөлшектеріне дейін білемін, дейді. Риттер бір сәтке есеңгіреп, өз орнына үнсіз отырып қалады. Бірақ Стентон мұнымен тоқтамайды. Сіз жалғыз бала емессіз, солай ма? Анаңыз сіз жас кезіңізде қайтыс болған. Риттер толығымен есеңгіреп қалады. Стентон оның өмірбаянын керемет дәлдікпен сипаттап береді. Одан кейін ол жақында ұлын жоғалтқан судья Кимболға бұрылады. Ол дәл жаныңда. Сенің арқаңнан мақтаныш сезінеді, дейді. Шоу аяқталғанда бүкіл зал орнынан тұрып қол соғады. Стентон бір түнде танымал болып шыға келеді. Көп ұзамай судья Кимбол оған қайта келіп, үйіне арнайы сеанс өткізу үшін үлкен қаражат ұсынады. Кейін белгілі болғандай, Риттер Кимболдың жеке психиатры еді. Стентон оны өз серіктесі еткісі келеді. Сенімге кіру үшін Стентон сол кеште не болғанын шын айтып береді. Мысалы, Риттердің тұрмысқа шықпағанын ол саусағындағы жүзік ізі жоқтығынан байқаған. Сол себепті өзін қорғау үшін тапанша алып жүруі мүмкін деп болжаған. Ал өткен өмірі мен психологиясын Стентон жай ғана адам табиғатын терең түсіну арқылы болжаған. Сақ Риттердің өзі де Стентонның шеберлігіне таң қалып, серіктестікке келіседі. Кимболдың марқұм ұлы жайлы деректерді алған соң, Стентон дереу оның үйіне барып, баланың өлім себебі, жасы мен мінезін анық айтып береді. Қайғыдан қан жұтып жүрген миссис Кимбол Стентон шынымен ұлымен байланыса алады деп сеніп қалады. Және бүкіл сағынышын айтып жылайды. Стентон сенімді болу үшін тіпті бала сияқты сөйлейді. Бірақ шын мәнінде ол олардың отбасын алдын ала мұқият зерттеп алған еді. Бұл көрініс қана шебер қойылған спектакль болатын. Кейін Стентон алдап тапқан үлкен соманы Риттердің есепшотына аударады. Бұл серіктестікті нығайта түсу үшін. Өйткені Кимбол тек бастамайды. Стентонның шын мақсаты қаланың ең бай адамы Гриндел болатын. Егер оны сендірсе, өмір бойы қамсыз өмір сүре алар еді. Бірақ бұл өте қауіпті іс болатын. Кішкене бір қателік бәрінен айырылуға себеп болуы мүмкін. Ақыры Стентон үлкен, күзеті қатты, тәртіпке бағынған сарайға келеді. Ақпарат көп жинағанымен толқығаны сезіліп тұр. Бірнеше қауіпсіздік тексерулерінен өткен соң, ақыры Гринделдің өзімен кездеседі. Бірақ ол Стентон ойлағандай адам емес еді. Ол діни сенімге мүлде сенбейтін. Ешбір мистикалық нәрсеге иланбайтын атеист болатын. Ол Стентонның алаяқ екенін дәлелдеу үшін көпшілік алдында өтірік детекторын алып келуді бұйырады. Бұл құрылғы адамның қан қысымын, бұлшықет жиырылуын және жүрек соғысын өлшеу арқылы өтірікті анықтай алады. Бастапқы бірнеше сұрақ қарапайым болды. Атың кім? Бүгін қандай күн? Стентон бәріне сенімді түрде жауап берді. Бірақ келесі сұрақтар қауіпті бола бастады. Шынайы экстрасенсорлық қабілет бар ма? Сен ой оқи аласың ба? Иә, оқи аламын деді. Стентон қысқа ғана. Аппарат Стентонның өтірік айтып тұрғанын көрсетті. Оның көзі еріксізден Гринделге қарап, ішінен біттім деп ойлады. Сосын бір сәтке көзін жұмып, тыныштала бастады. Егер өзі өтірікке сеніп үйренсе, ол үшін ол шындыққа айналады. Осы сәтте оның өмірлік көрсеткіштері, қан қысымы, жүрек соғысы,
бұлшықет кернеуі біртіндеп тұрақтала бастады. Бұл көрініске Гриндель сенбей аң-таң қалды. Сосын Стентон сөзін жалғастырды. Бұл бөлмеде бір әйелдің рухы бар. Ол аяғы ауыр кезінде өлімге итермеленген. Гриндель сілейіп қалды да тестті дереу тоқтатуды бұйырды. Стентон осы қиын сынақтан аман өтті. Содан кейін ол Риттердің үйіне барып, енді мен Гриндельді толық сендіре алатыныма сенемін. Бірақ ол туралы қосымша ақпарат керек деді. Осы кезде Риттер екіудай күйге түсті. Кейбір мәліметтер тек оның қолында еді. Егер әшкере болса, екеуі де өлуі мүмкін. Бірақ Стентон шегінуді ойламады. Риттер дәретханаға кеткенде, ол жасырын түрде сейф кілтінің көшірмесін жасап алады. Сол түні Стентон клиникаға қайта кіріп, сейф ішінен Гриндельдің медициналық құжаттарын тауып алады. Одан кейін, құжаттарда көрсетілген деректерді пайдаланып, Гриндель жасырын жерлеген Дори есімді қыздың зиратына бара. Күзетшіге пара беріп, ол туралы толығырақ мәліметтер алады. Осыдан кейін Гриндель Стентон үшін ашық кітаптай болды. Ол оны толық басқарып отырды. Әр кездесуден кейін Стентон мол ақша алып отырды. Бірақ көп ұзамай Гриндель тек сөзге сенуді қойды. Мен Доридің өзін көргім келеді. Егер көрсете алмасаң бәрі бітті, деді. Стентон тығырыққа тірелді. Үйге келіп, бар үмітін Моллиге артты. Өйткені ол Дориға өте ұқсайтынын байқаған еді. Егер Молли шашын, киімін дәл солай өзгертіп, дұрыс рөл ойнаса, ол Дори болып көрінуі мүмкін еді. Бәрі дайын болған соң, олар сарайдың артқы қақпасына көлікпен келді. Стентон Гриндельге: 8-де парк жолында бол, күзетшілеріңді жібер, деп нұсқау берді. Кездесу кезінде Гриндель шын жүректен өкініп, мен оны өлтірмеуім керек еді деп мойындай бастайды. Сөйтсе, Гриндель сүйіктісін жоғалтқаннан кейін ашуын, қайғысы мен азабын басқа жас қыздарды қатыгездікпен өлтіру арқылы басқан жан түршігерлік кісі өлтіруші екен. Сол сәтте Молли қанға боялған киіммен, баяу жүріспен оған қарай келе бастайды. Гриндель дірілдеп, толқып кетеді. Жоспар бойынша Стентон Гриндельді тізе бүктіріп, дұға оқытуы керек еді. Сол уақытта Молли қашып кетуі тиіс еді. Бірақ бәрі күтпеген жерден бұзылады. Гриндель кенет орнынан тұрып, сүйіктісін құшақтамақ болады. Сол сәтте ол бірдеңе дұрыс емес екенін сезеді. Орнынан атып тұрып, бұл бөтен адам, деп айқай салады. Гриндель алданғанын түсініп, ашуға булығады. Стентон амалсыз төбелесіп, оны жұдырықпен бірнеше рет ұрады. Осы кезде күзетшілер мылтықпен жетіп келеді. Стентон Моллимен бірге көлікпен қаша жөнеледі. Оларды артынан қуу басталады. Бір сәтте ол көлікті артқа жүргізіп, күзетшінің бірін қағып кетеді. Молли: тоқта, өлтірме, деп жалынады, бірақ Стентон оны тыңдамайды. Бір тар аллеяға кіріп кеткен соң, Стентон көліктің барлық терезелерін шағып, ізін жасырмақ болады. Бірақ Молли оның тойымсыздығы мен қатыгездігіне шыдай алмай, одан бас тартады. Бірақ Стентонның әлі бір үміті қалды. Ол Риттердің үйіне жүгіріп барып, жасырған ақшасын алып, қашып кетпек болады. Сейфті ашқанда, ішіндегі барлық ақша ұсақ купюраларға ауыстырылғанын көреді. Яғни бұл қақпан болған. Кейін белгілі болғандай, Риттер басынан бастап оны пайдаланып келген. Ол Стентонды Гриндельді өлтіруге итермелеп, ақыр соңында бәрін оның үстіне жабу үшін жоспар құрып қойған. Сөйтсе, Риттердің өзі кезінде Гриндельдің құрбаны болған. Кеудесінде ұзын пышақ ізі бар екен. Ол бәрін алдын ала дайындап қойған. Стентонды психикалық ауытқуы бар бұзақы ретінде көрсетіп, үйге басып кірмек болды деп, құлағынан атып тастауды жоспарлаған. Қағарға булыққан Стентон телефон сымымен оны буындырып өлтірмек болады. Бірақ сол сәтте күзетшілер келіп қалады. Стентон қашып құтылады. Ақыры ол вокзалдағы мал таситын вагондардың біріне жасырынып кетеді. Бірнеше айдан кейін ол лас, қаңғыбас, араққа салынған адамға айналады. Аман қалу үшін тіпті әкесінің сағатын араққа айырбастап жіберген. Баратын жері қалмаған Стентон тағы бір циркке барып, жұмыс сұрайды. Мен ой оқи аламын, дейді. Цирк иесі оған былай дейді: тұрақты жұмыс жоқ, тек уақытша жұмыс бар, деп ішімдік береді. Сол сәтте Стентон Клемнің сөзін есіне түсіреді. Қобыжық жасау есірткі қосылған сусыннан басталады. Ол не болатынын анық білсе де, бұл жолы сусынды ішіп қояды.